Бірінші қара сөз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре келдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз, соны таба алмай өзім де қайран. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі суымаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне келгенше өздері бағар. Ал қалған өмірімді ұры залым тілімсектердің азығын бағып беремін деп қорқылар жайым жоқ. Софылық болып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды, оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елде, осы жерде не қылған софылық? Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағаз бетіне жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кім-кім ішінен керекті сөз тапса жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.